Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге қазіргі кезде біздің елімізде хит болып жатқан дәмі тура кафедегідей болып шығатын Италияның паста тағамының рецебін көрсетемін. Ең бастысы дайындалу әдісі оп-оңай. Ол үшін бізге тауықтың филесі, чеснок, осындай фигурный спагетти, шампиньоны және 20% сливки мен кішкене сыр қажет болады. Ең алдымен тауықтың филесін жұқалап, видеодағыдай соломка етіп тураймыз. Мен 4 порция жасап жатқандықтан, осылай тауықты 4-ке бөліп, мөлшерлеп алдым. Келесі кезекте чесноктың 2-3 зубчигін алып, теркадан майда етіп өткіземіз. Енді пастамызды дайындауға кірісейік. Ол үшін кішкене 50 грамдай сары майды сковородкаға салып әбден ерітеміз. Сары майымыз толық еріген соң, теркадан өткізген чесногымызды салып, 1 минуттай кішкене қуырамыз. Одан кейін үстінен туралған тауықтың филесін салып, оның үстінен тұз сеуіп, жақсылап араластырып, 10-15 минуттай баяу отта қуырамыз. Оған дейін пастамыздың спагеттиін дайындауға кірісеміз. Ол үшін кастрөлге суды қайнатып, тұз салып, осыған спагеттиді пісіріп аламыз. 4-5 минуттан соң біздің спагеттиіміз де дайын болады. Дайын болған кезде осылай басқа ыдысқа салып аламыз. Міне біздің тауығымыз да пісіп дайын болып қалған кезде үстінен жаңағы саңырауқұлақтарды, яғни шампиньондарымызды салып, тағы да 3-4 минут баяу отта қуырамыз. Саңырауқұлақтар қуырылып болған соң, үстінен 20% сливкемізді құйып, кішкене қайнағанша 2-3 минутқа бетін жауып қоямыз. Осылай сливкеміз қайнап бастаған кезде, үстінен жаңағы пісірген спагеттиімізді салып, жақсылап араластырып, тағы 1-2 минутқа баяу отқа қоямыз. Мінекей біздің пастамыз да дайын болып қалды. Енді пастамызды тарелкаларға салып, үстінен теркадан өткізілген сырымыздан кішкене бетіне себелеп шығамыз. Міне, осылайша өте дәмді пастаны оп-оңай үй жағдайында дайындап жей берсеңіздер болады. Рецепт сіздерге пайдалы болса, каналға тіркеліп, видеоға лайк баса кетіңіздер.